жатыр түтігінің неге өткізгіштігі жоқ? Енді не істеуге болады? Тіпті маған тек қана экома, әлде мен мүлдем ана бола алмаймын ба? Трубаға да немесе контраст жібереміз, немесе су жіберу арқылы болады да. Осы жерде тұрған выделение мына жерге жетеді, одан кейін мына жерге жетеді, одан кейін бұлай, одан кейін бұлай, ең соңында осы жерге жетеді. Соның ары қарай уже брюшный полосқа жидкость болып жиналып, ірің жиналып тұра береді уже. Қалай емдейміз? Әрине бірінші орында бұл анализ тапсыру. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жалпы жатыр түтігінің неге өткізгіштігі жоқ, яғни жатыр трубаларында өткізгіштік жоқ, немесе труба непроходима деп айтты. Енді не істеуге болады? Тіпті маған тек қана экома, әлде мен мүлдем ана бола алмаймын ба? Или маған кесіп алып тастау керек па трубаны да? Вот осындай сұрақтар бізге жиі қойылады. Дәл осы сұрақтың жауабын бүгін иншалла осы видеодан табатын боласыздар. И емдеуге болатын болмайтынын тоже білетін боласыздар. Сіздің жақын құрбыңыз, досыңыз, әпкеңіз, сіңіңіз кім көтере алмай жүр, міндетті үш точканы басыңыз, немесе астына поделицаны басып бөлсіңіз. Себебі мүмкін ол да шешімін таппай жүрген шығар да. Сіздерден лайк күтем, қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, немесе қандай да бір тақырыпқа видео шыққанын қалайтын болсаңыздар, онда осыны комментарийға жазуыңызға болады. Ендеше бұл қандай проблема, я? Бұл не себептен болады? Жатыр түтігінің өткізгіштігі бұл қалыпта әдемі болып тұратын нәрсе, но жиі бұны бұзады инфекция. Инфекция қандай? Көбінесе бұл трихомониаз, микоплазма, хламидия, гонорея, цитомегаловирус, стафилококктар, уреплазма, микоплазмаларда, одан бөлек бізде сифилис, ВИЧ. Осында бір қандай да бір инфекция. Инфекция бізде жасырын түрі болады, жасырын кезең, яғни одан ешқандай айқын бейне таппайсыз, бірақ ол жерде сізде инфекция жатады, соны білмейсіз. Оны тек қана операция ашып көрген, ойбай деп көруімізге болады да, қалған уақытта оны көре алмауыңыз мүмкін. Ал екінші себебі бұл өткізгіштің бұзылысы, көбінесе жаңағыдай спайка былай тұрған кезде бізге су жібереді, ал жидкость сол дұрыс бармайды, потому что спайка жабысып тұрады, есеге труба непроходима деп беруі мүмкін. Үшінші себебі бізде бұл жерге не істейді? Көбінесе либо жидкость жібереді, немесе контраст жібереді. Соны мөлшері болады өзінің, осынша миллиметр, 5 миллиметр деген. Соны жіберуге қорқып дұрыс жібермесе, оны сет су істеп кетті, мына жерге дейін келтір ара кеме қалуы мүмкін. Себебі көп жіберген жоқ қой, азақ жіберді ғой. Ал кішкене көп жіберсе, былай аш жіберуі мүмкін да. Вот осындай нәрсе болғандықтан дұрыс көрмегеннің әсерінен труба непроходима деуі мүмкін. Сондықтан бізде көп айтады, маған негізі труба непроходима деп айтқан, потом мен емделіп көтердім, бірақ көтеріп кеттім. Знаешь, менде труба проходима ғой, я? Дейді. Ну да, конечно. Знаешь, сіздің трубаң өткізгіштігі болған, просто дұрыс тексермеген, немесе ем нәтижелі болды деген сөз да. Бұл қандай нәрсе? Вот салафанды алайық, я? Салафанды алып, суға салайық, сосын бүйтіп сырғытып, сығып алайық. Ал енді сол салафанды былайынан итеріп, бүйтіп ашуға бола ма салафанды? Ашамайсың, мына жағын ашып атсаң, мына жағы жабысады, мына жағын ашсаң, мына жағы жабысады, әйтеуір никак не сможешь. Қалай оны аша аламыз? Либо оның басын аламыз, үрлейміз, я? Үрлеген кезде салафандар ашырайды. Немесе оған су толтырамыз, су толтырғаннан кейін ол дейді, ашылады, я? Дәл солай, мына трубаға да немесе контраст жібереміз, немесе су жіберу арқылы болады да. Бұл жер ачақ құруы мүмкін. Яғни ачақ деген не? Инфекция өзінше үй соғып алуы мүмкін. Ол себебі басында сіз жүресіз, қанша выделение болады, жүре бересіз, ой, эрозия, білмеймін, емделу керек, ертең барам, ары күн барам, той шығып қалды, анда отырысымыз бар, ақша болмай тұр, тұтынсыздым, әйтеуір емделмей жүресіз. Осы жерде тұрған выделение мына жерге жетеді, одан кейін мына жерге жетеді, одан кейін бұлай, одан кейін бұлай, ең соңында осы жерге жетеді. Соның ары қарай уже брюшный полосқа жидкость болып жиналып, ірің жиналып тұра береді уже. Көрдіңіз ба, қалай бұл нәрсе жүреді да? Енді бұл процесс кезінде, яғни инфекция қызда қандай да выделение мазалады ма, біз ең бірінші орында бірден емделу керекпіз. И особенно кімде бір рет трудная беременность болды, яғни жатырдан тыс жүктілік болды, оның трубасын либо алып тастады, либо басқа нәрсе, олар міндетті түрде бірінші орында емделу керек. Неге? Тем более жалғыз трубамен көтеру қиындау болып кетуі мүмкін. Түсінікті ма? Сондықтан біз бұл нәрсені қалай емдейміз? Әрине бірінші орында бұл анализ тапсыру. Анализ тапсырасыз, қандай инфекция екенін білесіз, и соған қай антибиотик тәуелді көмектесе алатыны, чувствительность, соны көресіз. Одан кейін турбопроходимость тексеру үшін, пока сіздің күйеуіңіз и сіздің басқа анализдеріңіз дайын болмайынша сіз тексере алмайсыз. Неге? Сіз ГСГ немесе МСГ-ға түскеннен кейін кез келген ситуация орын алып кетуі мүмкін. Яғни ол не? Труба мына жерге жаңағы ачақтың жанында тұрып, су немесе сіздің контрастыңыз жиналып, жарылып кетуі мүмкін.
ісініп кетуі мүмкін, сіз комаға түсіп кетуіңіз мүмкін, сізде операция болып кетуі мүмкін, немесе сізде қатты боль ауырсыну болуы мүмкін, сіз орнынан тұра алмай қалуыңыз мүмкін. Яғни осындай ауру процестері болуы мүмкін. Түсінікті ма? Енді қай уақытта тексересіз? Барлық анализ отрицательный болған кезде және сіздің күйеуіңіздің спермограммасы жақсы болғанда. Сіз ол спермограмманы өзіңіз оқи алмасаңыз, оқитын адамға апарып реально көрсетіп, соның жақсы екенін білу. Кішкене аз, ничего страшного деген нәрсе болмайды. Конкретно спермограмманы аштыңыз, оқыдыңыз ба? Заключение деген тұрады. Сол жерге қарасаңыз, либо норма зооспермия, либо астенотирато бәрі жазылып тұрады. Міне, соған байланысты сіз істеу керексіз. Түсінікті ме? Енді одан бөлек бұл трубопроходимостың бір нәзік жері, қыздар, менің өзімде тоже случай болды. Прям анализ таптай әп-әдемі, бірақ 8 жылдай ма көтере алмай жүрген. Потом трубасын тексерген екен, ол жерге киста сияқты жидкость жиналып, шарик пайда болды. Потом жидкость аламадық біз. Потом ол кісіні біз операцияға жібердік. Операция кезінде, оказывается, одан гонорея инфекция шыққан. Ал анализ отрицательно. Представляете? Күйеуінен сұрасам, менде ешқашан инфекция болмаған. Әйел тоже самое отрицает, да? Но қайдан келді онда ол? Либо ол тұқымнан, яғни мамасынан кезінде жұққан, либо басқа бір қан құю ма, либо біреудің қаны оған кіріп кетті ма, или шприцтан кірді ма, типа осындай сияқты нәрселер пайда болған, значит, да? Яғни соның әсерінен ол болған, да? Сондықтан жатырдың түтігін тексеруге асықпаңыздар. Бірінші толық тексеріліп, күйеуіңізге жақсы екеніне көз жеткізіңіздер. Содан кейін ғана бұны тексеруге болады. Енді бұны емдеуге бола ма? Егер логикаға сәйкес келетін болсақ, бізде экоға дейін бүкіл әйелдер почему-то емделіп, солайынан көтерді. Мен не үшін экоға қарсымын. Екіншіден, доказано, что эко істеткен әрбір әйелде алдағы уақытта, может 10 жыл, может 15 жылдан кейін, может быть рак молочной железы шығуы мүмкін, либо рак басқа. Неге? Мен өзім көп көрген, вот недавно жатыр бізде тоже больницада, 17 жылдан кейін экос деген 5 рет экос болмаған, осы 5-шісі осы қазіргі жүктілігі болған, уже 10 күннен бері температура 39-дан түспейді. Это как аллергия на эко, как будто жүктілік аллергия сияқты. Но на самом деле негізгі диагноз уже гормонды беріп дайындайды ғой, экоға гормонды беріп, на миды отырғызып, сол жерге ісік пайда беріп, осыдан рак шығып тұр да басында. Яғни представляете, қандай диагноздар бар. Когда вот осындай случайлар көргенде мен айтамын, ё-моё, мен қандай сонда тупой екенмін деймін да. Вот представляете, до того біз көп нәрсеге мән бермейміз, когда біз мән бере бастаймыз, бұл өмірден қорқа бастаймыз да. Сол себептен бар екен деп іше берудің керек жоқ. Яғни не істейсіз? Әр адам өзінің денсаулығына өзі жауапты. Міне. То же самое мынағанда. Рисковать етіп, мен күйеуім бәрі тексермейді, бара салайыншы, көре салайыншы дегеннен пайда жоқ. Все равно оңғы жақсы болмаса, не істейсіз оған бар. Бұл конечно сізге өзі сияқты түсірет салатын нәрсе емес, иә. Сол себептен сіздер ойлану керексіздер барар алдын. Күйеуіңіздікі точно жақсы ма? 100% оңғы әдемі ма? Ода ешқандай морфологиясына проблема жоқ па? Ода инвалидный сперма емес па? Сізді мазоңыздың анализ шығады ма? Вот, емделдіңіз ба? Емделгеннен кейін барып осылайдан тексерілуіңіз керек, иә? Мен қалай емдем? Мен арнайы катетер арқылы итекір кеткен күннен бастап осында катетерді кіргізіп, бірнеше дәрілерді осында құям. Яғни жатырдың ішіне эндометрия. Сол құйылған дәрі бізде жүру арқылы налардың ішіндегі инфекцияға кіріп, осыларды емдеп шығады. Неге мен жаңа айтынаған су кіреді? Сол дәрі кірген кезде су, ол әрі дәрі, антибиотигімен де спайкаға қарсы бәрі осының ішіне кіріп, соны емдеуге көмектеседі. Бұл процедура мен 5 күн жүргіземін. Максималды 10 күннен жүргізуге болады. 5 күн өте ауыр, сізде қатты толғақ сияқты ауырсыну болуы мүмкін. Но обезболивающими жиі істелінеді, осылайынан келу керек боласа, трубопроходимост емдеп көруге. Әрине бұл 100% гарантия емес, иә? Гарантия бізге тек қана Аллах береді. Біз бәріміз уақытша бір-бірімізге себепкерміз, да? Но осындай процесс емделуден кейін, альхамдулилля, бізде 70%-ға дейін адамдар көтеріп кетеді, иә? Көп әйелдер көтеріп кетеді. Сондықтан, может, сіздің басқа қалаңызда басқаша істейтін шығар, да? Но бұны емдеу керек. Если трубопроходимо, сначала емдеңіз, прям болмай жатса, сол кезде барып операцияға барасыз. Ал осы сізде ешқандай нәтиже болмауы мүмкін. Түсінікті ме? Сіздермен бірге болғандық біз Жаппарова, барлықтарыңызға мың алғыс. Түсініксіз сұрақтарыңыз болса, немесе мен айтудан ұмытып кеткен, қалып кеткен нәрселер болса, онда комментарийден күтетін боламын.